Сәлем достар, сіздермен бірге кинозей. Бүгін сіздерге шынайы өмірден алынған оқиға желісіне байланысты түсірілген «Подмена» фильміне қысқаша шолу жасайтын боламыз. Лос-Анджелес, 1928 жыл. Жасана Кристен Коллинз таңертең тұрып, күнделікті өмірі бойынша ұлы Уолтерді мектепке апарып, кейін өзі жұмысқа барады. Осылай олардың күнделікті өмірлері қайталана береді. Келесі күні әйелге жұмыстан бірнеше сағатқа келуін өтінеді. Ол баласын үйге тастап, келгесін киноға баруға уәде береді. Әйел үйге келгенде бүкіл бөлмені қарап, баласын таба алмайды. Көршілерден сұрап ауланы қарайды. Ақыры болмағасын полицейлерге хабарласады. 2 аптадан соң шіркеуге жиналған халыққа Густав Вильгельм ең болмаса байғұс әйелге дұға жасау арқылы көмектесуді ұйғарады. Ол полицейлерді жемқор және баланы таба алмайды деп айыптайды. Бірнеше айдан соң әйелдің жұмыс орнына капитан Джонс келіп, Уолтерді тапқанын, тірі әрі ештеңе болмағанын хабарлайды. Әйел өзіне сене алмайды. Баламен кездесетін жерге көптеген журналистер де келеді. Пойыз келіп, бала түскен кезде әйел тоқтап қалады. Кристен, бұл менің балам емес дейді. Бірақ та бала әйелдің атын, мекен-жайын айтып, бұл менің анам дейді. Ал капитан Джонс болса Кристенға, бұл сіз таңғалып тұрғасын осындай күйдесіз дейді. Әйел баланы үйге әкелген соң ол баланың қылығы басқа және де бойы кішкентай, сөйлеу мәнері де келмейтінін байқайды. Және де капитанға келіп өзінің баласын іздестіруін өтінеді. Әйел бұл түсініспеушіліктен болғаннан кейін қайтадан үйіне қайтады. Бірнеше сағаттан соң әйелдің үйіне дәрігер Эрлтон келеді. Ол баланың 5 айдың ішінде өзгеруі мүмкін екенін айтады. Кешкісін Кристен баланың «Қайырлы түн, мама» дегеніне жынданып, «Сен менің балам емессің, сол себепті мен мама деп атама» деп жылайды. Кешке әйел Густавқа телефон шалып, кездесуге шақырады. Густав Кристенға дәрігер Эрлдің баланың жағдайы туралы жазған мақаласын көрсетіп, әйелдің дені сау және де олар қателігін жасыру үшін келіскен деп әйелді қолдап көмек беретінін айтады. Әйел келіседі. Келесі күні әйел баланы тексертуге экзонтистке әкеледі. Ол балада тістерінің сау екенін айтады, ал өзінің шынайы баласында тістерінің арасында ақау бар еді және де дәрігер ол хирургиялық операциясыз кетпейді деп айтады. Әйел дәрігерден дәлел қағаз жазып беруін өтінеді. Сосын әйел баланы мектепке әкеледі. Мұғалім баланың танымастай өзгергенін айтады. Бала болса мұғалімді танимын, бірақ есімін ұмытып тұрмын дейді. Және ол өз орнын таба алмайды. Мұғалім Фокус болса дәлел қағаз жазбай-ақ сотқа барып куәгер болып та беремін деп айтады. Густав радиоға сұхбат беруге келіседі. Әйел журналистерге полициялардың қателескенін және олар бұл жағдайды мойындағысы келмейтінін айтады. Және де дәрігер мен мұғалімнің жазған дәлелдемесін көшірмесін беремін дейді. Адамдар әйелге сенеді. Бұл жағдайды естіген капитан Джонс әйелді учаскеге құпия жолмен алдыртады. Ол әйелге дөрекі түрде балаға қамқорлық танытқың келмейді деп жала жауып кінәлайды. Кейін бөлмеге психполицияның қызметкерлері келіп, әйелді алып кетеді. Олар Кристенді ауруханаға алып келеді. Әйел қорқып қалады. Бұл уақытта детектив Лестер көрсетілген мекен-жайға келіп, кішкентай баланы ұстап алады. Ол баланы Канадаға, өз еліне қайтармақ болады. Бұл кезде Густав көмекшісіне миссис Коллинстің қамауға не үшін түскенін тексеруді тапсырады. Сосын радиодан әйелдің оқиғасы туралы айтады. Бұл уақытта Кристен аурухананың емделушісі Керол Декстер дейтін әйелмен танысады. Ол әйел де психполицияға полицейлердің бұйрығымен түскенін айтады және де бостандыққа шығу үшін тәртіпті сақтау керек деп ескертеді. Дәрігер Кристенді өзіне шақыртады. Ол журналдағы әйелдің баламен түскен суретін көрсетіп, әйелдің ауру екенін айтады. Баланы бірінші мойындап, екінші баладан бас тартқаны үшін айыптайды. Бұл уақытта Стэнфорд Кларк детектив бардан ұстаған бала Лестермен кездестіруін өтінеді. Ол бұрын немере ағасымен Гордонмен тұрғанын және де жиені деп атағанын айтады. Ол қашса өлтірем деп қорқытқан және де жоғалған 20 баланы ұрлап өлтірген. Лестер оған суреттерді көрсетеді. Олардың арасында Уолтерде бар болып шығады. Детектив бұны естіп, капитан Джонсқа хабарласады. Ол баланы өзіне әкелуін ешқандай да шешім қабылдама дейді. Джонсон Густавпен кездеседі. Ол адамдарды полицейлердің бөлімінің алдына әкелген. Олардың қателігін айтып, әйелді жазықсыз ауруханада ұстап отыр деп шу шығарған еді. Бұл уақытта ауруханада дәрігер Джонатан Кристенға баланы мойындап, қағазға қол қойсаң, полицияларға қарсы шықпасаң, сені босатамыз деп шарт қояды. Әйел келісімнен бас тартады. Дәрігер жұмысшыларға әйелге мәжбүрлі түрде дәрі егуді тапсырады. Карл әйелге көмек бермек болғанда оны да қинайды. Детектив Стэнтон және де 2 полицеймен бірге балалардың өлігі жатқан жерге келіп,
көрсетуді сұрайды. Олар балалардың сүйектерін көріп, детектив полицейлерге тексеріс шақыруды тапсырады. Және де Гордон Стюарт Нортонды тексеруді тапсырады. Дәрігер әйелге қағазды қол қоюға тағы да ұсыныс жасайды. Әйел тағы да бастатқан соң, оны қинауға тағы да әкетеді. Бірақ бұл сәтте Густав келіп, ол дәрігерлерге мақаланы көрсетіп, терапияны тоқтатқызады. Сосын әйелге бос екенін айтады. Густав медбикеге әйелге не жасағандарын білу үшін запистерді сұратады. Кристен көшеге шыққанда газет сатып, соңғы жаңалықтарды балалардың өлімі туралы айтып тұрған баланы көреді. Жоғары басшылық полицейлері капитан Джонсқа өзінің кінәсін мойындап, шуды тез басу үшін берілуін талап етеді. Бұл уақытта детектив Уолтер болып ойнаған баладан шын мәнінде кім екенін сұрайды. Кристен кінәлілердің арасында, соның ішінде полицейлердің жазасын беруді шешеді. Густав Кристенді адвокат ханға әкеліп таныстырады. Ол оған көмек беретінді айтады. Бірінші психбольницадағы полицейлердің кесірінен түскен әйелдерді босатады. Бұл уақытта Канада басшылығы Гордон Ньюартты США-ға өз еліне қайтарады. Бүкіл қала мисс Коллинсті қолдауға шығады. Олар мэрдің және де басқа да іске қатысты бар адамдардың өз жазасын алып жұмыстан шығуын талап етеді. Гордон Ньюарт және де Кристен Коллинстің соты бір уақытта басталады. Әйел адвокаттың арқасында 2 сотқа да қатысады. Капитан Джонсқа адвокат хан барлық сұрақтарды қойып, қысымды түрде барлық кінәларын мойындатады. Ал ауыстырылған баланың есімі Артур Хэтченд. Бұл бала Айова штатынан болып шығады. Оның шын анасы келгенде ол журналистерге бәрін полицейлердің ойластырғанын және де бала тек өзінің режиссермен кездескісі келгенін айтады. Бұл уақытта сот Гордон Ньюартты 2 жылға қамап, әрі қарай өлтіруді тапсырады. Кейін сотталушы Кристен Коллинске тап беріп, оның баласын өлтірмегенін айтады және де капитан Джонсты жұмыстан шығарады. Психбольницаны тексеруді де тапсырады. Және де полицияның бастығы Девинсқа өз еркімен жұмыстан кетуді ұсынады. Әйел Густавқа оның баланы сезетінін, өлмегенін айтады. Арада 2 жыл өткен соң Гордон Ньюарт Кристенға түрмеге келу үшін хат жазған еді. Адвокат оған соңғы 30 жылда қауіпті қылмыскермен кездесуге рұқсат алған бірінші әйел екенін айтады. Гордон әйелді көргенмен оған ештеңе демеді, себебі ол оны келеді деп ойламады. 5 жыл өткеннен соң мисс Коллинстың жұмыс орнына әйел телефон соғып, жоғалған балалардың полиция бөлімшесіне келгенін айтады. Кристен бірден бөлімшеге жүгіріп келеді. Кристен баланы бақылап тұрады, ал бала болса сол күні не болғанын бәрін айтады. Бала Уолтердің бірге болғанын және де олар Гордон оларды өлтірмек болған кезде тесік тауы арқылы қашып кеткенін айтады. Бірақ та балалар 2 жаққа айырылған. Дэвид басқа балалардың тірі екенін білмейді. Ол үйге қайтуға Гордоннан қорыққан. Сол себепті жетім күйінде жүрген. Бала өзін ұстатпау үшін бір әйелдің үйінде жұмыс жасаған. Әйелдің жүзінен күлкі үйіріліп шығады. Себебі оның баласының тірі екеніне, кішкене де болса да үміті бар екеніне қуанады. Фильм ұнаса арнаға тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Сіздерден үлкен қолдау болар еді. Келесі видеода қандай фильмді көргілеріңіз келеді? Сол туралы комментарийға жаза кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Баршаларыңызға рахмет.